Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен үлпілдеген жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөлсем. Каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге жылы сүт, шекер, тұз, дрожж, 2 жұмыртқа, сұйық май, жылы су қажет болады. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жағып аламыз. Жақсылап былғап аламыз, араластырып. Үстіне тұз, дрожж, жылы сүт, шекер, бәрін құйып араластырамыз. Тұз бен шекер жақсылап араласу керек, ерігенше. Еленген ұнымызға осы сұйықтығымызды қосып араластырамыз. Жылы суымызды құйып, әрі қарай араластырамыз. Енді қолымызбен жақсылап илей бастаймыз. 100 грамм сұйық майымызды құйып, жақсылап иі қанғанша илейміз. Сонда қамыр қолға жабыспайтын болады. Қамырымыздың иі қанды. Енді осы қамырымызды 1,5 сағатқа бетін жауып ашытып қоямыз. Бауырсақ өте дәмді болады. Ашыған қамырымызды тағы да қайтарып билеп қоямыз. Минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды аламыз да теңде 2 бөлікке бөлеміз. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ болды қамыр. Қолға жабыспайды. Тағы да 5 минутқа тындырамыз да, тынған қамырымызды орташа қалыңдықта жаямыз. Жұп-жұқа болып кетпеу керек, орташа қалыңдықта болу керек. Сонда арасы қос-қос, өте әдемі болып шығады бауырсағыңыз. Стаканның көмегімен немесе дөңгелек кескіштің көмегімен кесіп аламыз. Кесілген бауырсақтарды алып тағы да 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Бауырсақтар көтерілу керек. Көріп тұрғандарыңыздай бауырсақтарымыз көтерілді. Енді қызған майымызға осылай қызартып пісіріп аламыз. Егер де бауырсақтар айналып кетіп жатса, онда үстінен басып пісіреміз.
Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бәріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.